Я Раббым, қызымды, ұлымды маған өзің аманат еткендей, оларды өзің қорға, қамқорыңа ал. Я Раббым, мені балаларыммен сынама. Оларды ашық, немесе жасырын жасалған әртүрлі күнәлардан қорға, алыстат. Я Раббым, оларды кітабына қызмет ететін, дінін шын жүрекпен сүйетін, ғибадаттарына барынша мұқият қарайтын, көркем мінезбен безендірілген салих құлдарыңнан қыл. Дүниедегі ең бақытты және молшылық кеңдік ішінде өмір сүрген адамдардың қатарында болуларын нәсіп ет. Я Раббым, оларды харам нәрселерден қорға, және өзіңнен басқаға мұқтаж етпе. Я Раббым, кітабыңды қорғағандай, оларды да шайтанның арбауынан қоры. Оларды ең қайырлы келбеттілер мен ең таза мінез құлықпен саған деген сеніммен ризықтандыр. Я Раббым, өмірде олардың жақсылықтарымен мені бақытқа бөле, және өлімнен кейін де олардың дұғаларымен мені жарылқа. Я Раббым, жүрегімнің бір паршасы болған балаларымды саған аманат еттім. Әр нәрсе саған аян. Ұлы да асқақ мәртебене лайық түрде оларды қорға. Я Раббым, балаларымызды әртүрлі жамандықтардан, қауіптерден, арам пиғылдардан алыстат. Оларға ислами сана нәсіп ет. Өзіңе құл, пайғамбарына үммет ет. Я Раббым, ақылдарын әртүрлі бос нәрселерден тазала. Ақыл мен парасат иесі болуларын нәсіп ет. Бауырлар арасындағы бауырмалдылықтарын, махаббаттарын, тазалықтарын арттыр. Бір-біріне жақындастыр. Соңғы демдеріне дейін иман мен Құран жолымен жүруді бұйырт. Я Раббым, біле тұра айта алмаған, түсіне тұра жеткізе алмаған адами қасиеттерін ең кемелін бүкіл мұсылман бауырлардың балаларына және өзімнің балаларыма да нәсіп ет. Я Раббым, саналарын қайырлы болатын нәрселермен ризықтандыр.